ағаш ексең күнәң жеңілдейді. ертеде бір қандықол қарақшы тәубе еткісі келеді. ол шайқы-бұрқы әулиеге келіп: мен 40 жыл бойы қан төктім, зұлымдықтан басқа іс жасамадым, енді тәубеме келдім, не амал жасасам Құдай күнәмді кешеді деп сұрайды. Шайқы-бұрқы: жол шетіне жеміс ағашын ек, өткен-кеткен жолаушылар саясына демалсын, жемісін жесін, шөлін қандырсын дейді. Қарақшы жолдың жиегіне көп ағаш егіп баптайды. Арада бірнеше жыл өткенде ағашы жайқалып, бақшаға айналыпты. Жолаушы дем алып, керуен ат шалдыратын шұрайлы жерге айналды. бір күні шайқы-бұрқы жолаушылап келе жатып қарақшының бақшасына кезігеді. бұл кімнің бағы деп сұрайды. бақтың иесі жоқ. жергілікті жұрт қарақшының бағы деп атайды. қарақшының өзі 10 жыл бұрын дүниеден озыпты дейді. шайқы әулие бақтың жемісін жеп сол жерде түнейді. түсінде баяғы қарақшыны көреді. ол жұмақтың бақшасында отыр екен. төбесінен нұр тамшылап тұрады. шайқы: ей алла, бұл не хикаят? қарақшының төбесінен нұр не үшін тамшылап тұр деп сұрайды. мұның еккен ағашының саясына сан адам келіп демалады, жемісін жейді. соның сауабы өзіне ақыретте өшпес азыққа айналды дейді. шайқы-бұрқы ұйқыдан көңілді оянып, содан бастап ел арасында ағаш ексең күнәң жеңілдейді деп насихат айтыпты. ағаш ексе адамның күнәсі жеңілдейтіні жөнінде тағы бір аңыз бар. ертеде бір жігіт түс көреді. түсінде әкесі шөл далада көлеңкездеп жүріпті. күннің ыстығынан табаны күйіп, жан ұшыра айқайлайды. жігіт шошып оянады. ауыл ішінде 100 жасаған қарияға барып түсін жортады. ол: балам, әкенің қабіріне ағаш ек. әкең қабірде ауырлық тартып жатыр. ағаш күнәсін жеңілдетеді деп жориды. бала ертесіне әкесінің моласына ағаш егеді. оны күтіп баптап өсіріпті. бір күні тағы да түс көреді. түсінде әкесі үлкен бір ағаштың көлеңкесінде жатыр екен. мазар басына ағаш ексе сауабы тіріге де өліге де тиеді деген сөз осы аңыздан үлгі болып жетіпті. діни аңыздарда мазарға ағаш отырғызу кемел деген әулиеден қалған деседі.